Бүгінгі елорда күніне арналған жұлдызды қала Астана балалар мерекесі елбасының кітапханасында Назарбаев орталығында алғашқы рет өткізіле отыр. Елордамыздың кішкентай тұрғындары бас қаланың туған күніне өздерінің тартуларын жасады. Бүгін елбасының кітапханасы балалар үшін жұлдызды қала Астана мерекесін ұйымдастырды. Жыл сайынғы игі дәстүрге айналған іс-шара Астана күніне арналған мерекелік 10 күндік бала және мәдениет жобасының аясында өткізілді. Өнерлі өрендерді тоғыстырған мейрам елордамыздағы мектепке дейінгі ұйымдармен арадағы жемісті әріптестіктің нәтижесі. Биылғы жылы оған нөмір 38-ші Шаттық балабақшасының ұжымы белсенді түрде атсалысты. Балалар мерекесіне Астана қаласы білім беру басқармасының әдіскерлері, мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары, тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналары қатысты. Бірінші шілде күні біздің кітапханамызда Астана күніне арналған салтанатты түрде 10 күндіктің ашылуы басталды. Бүгін 4-ші шілде күні Астана күнінің мемлекеттік мерекесінің қарсаңында нөмір 38-ші Шаттық балабақшасының бүлдіршіндері, сіздердің балаларыңыз бен немерелеріңіз алғаш рет 10 жыл бойы Астана қаласының білім басқармасымен осы игі дәстүрге айналған балалар мерекесін өткізу барысында алғаш рет ерекше зәулім сәулеттік өнеріне бір ерекшелігін танытқан Назарбаев орталығында өткізгелі отыр. Құтты болсын балаларыңыздың қадамы. Бақытқа толы мерекеде бүлдіршіндер өздерінің өнерлерімен көпшілікті тәнті етті. Олар биден шашу шашып, еңселі елордаға ақжолтай тілектерін жолдады. Мерекелік бағдарлама көпшілікті бейжай қалдырмады. Бүлдіршіндер әдеби музыкалық композициялардан, театр миниатюраларынан, би хореографиялық қойылымдардан құралақан еместігін паш етті. Барлық кішкентай өнерпаздарға ұйымдастырушылар тарапынан сыйлықтар тарту етілді.